Анамды үш сөзбен сипаттасам, еңбекқор, адал, мейірімді. Сұлу, мейірімді және ақкөңіл. Мен анам мен өмірімдегі ең жаңашыр, ең мейірімді және ең дана адамдардың бірі. Әдемі, мейірімді, қамқор. Сұлу, жанашыр, қамқор. Иманды, ибалы және батыл. Мейірімді, ақкөңіл, кеңпейіл. Она красивая, лучшая и трудолюбивая. Мейірімді, қамқор, сабырлы. Сұлу, қамқор, мейірімді. Сұлу, қамқор, келбетті. Анам ақкөңіл, әдемі, қамқор. Мейірімді, сабырлы, ақкөңіл. Қамқор, мейірімді, сұл. Ақкөңіл, мейірімді, сабырлы. Мейірімді, қамқор, сабырлы. Әр уақытта қолдайды, қамқор және де мейірімді. Сабырлы, мейірімді және адал. Менің анам мейірімді, қамқор және өте кішіпейіл адам. Қамқор, мейірімді, мен әлемім десе де болады. Әдемі, ақылды, мейірімді. Мейірімді, ақкөңіл, жанашыр. Ең маңызды кеңесі ол әрқашан адамгершілікті сақта, қандай жағдайда болсын, адал бол. Алдынан қандай сынақ шықса да, оған мойыма ешқашан берілме. Анамның айтқан ең маңызды кеңесі әрқашан өзіңе сенімді бол және еңбектен. Мамамның ең қатты әсер еткен кеңесінің бірі ол қандай қиындық болса да сабағыңды дұрыстап оқы және спорт тастама дегені. Жылы киініп жүр. Будь осторожен, где бы ты был, и никогда не сдавайся. Басқа адамдардың ала жібін аттамау керек. Қандай да жағдай болсын, өтірік айтпауға тырыс. Қандай жағдай болмасын, анам менің қасымда табылатыным. Сабақ оқы деп айтты. Өмірлік кеңестер деп ойлаймын. Өмірде көп ақылдар айтады ғой негіз, солар деп ойлаймын. Анамның ең маған ақыл айтқан сөзі кішіпейіл бол деген. Ол оқы, өскенде жемісін көресің деген сөз. Жақсы адам бол. Сабағыңды жақсы оқы. Ешкімге тиіспе, аман жүр деген. Уақытты босқа өткізбе, әр күніңді пайдалы өткіз. Жалқау болма. Қателік жасаудан қорықпа, әрқашанда басынан жасауға болады. Сабақты жақсы оқы деген шығар. Өз-өзімді басқалармен сравнивать етпе. Ең маңызды кеңесі оқы және оқы. Путевка по всему миру шығар. Осы әлемдегі ең қымбат, ең әдемі заттарды алып беретін едім. Алтын сақина. Не қалағанын бәрін алып беретін едім ма? Меккеге жолдама бергім келеді. Анам үшін мен бүкіл әлемді алып беретін едім. Бүкіл әлемді аратар едім. Қалаған нәрсесін бәрін алып беретін едім. Мен анама 2 этажный үй әперерін және де Lexus 600 әперерін машинасын. Анамды әлемдегі көп жерлерге апарған едім. Болашақта өзім тұратын үйімнің қасына жаңа үй соғып беру. Егер менде көп ақша болса, алдымен анамды қалған жеріне апарар едім. Путешествие вокруг света на яхте. Анама шетелде пәтер алатын едім. Ең алдымен Меккеге апаратын едім. Бірақ қазір жабық болғаннан кейін любой өз қалайтын нәрсесін алып беретін едім. Үй алып беретін шығарым. Бүкіл әлемді шарлап, қалағанын алып беретінім. Мамама сыйлық алатын болсам, ол машина болатын еді, себебі өзі машина айдауға қызығып жүрген. Қажылыққа жолдама. Я бы купил ей дом двухэтажный, потому что она мечтает о нем. Мен анама анамның арманындағы үйді сыйлар едім. Әлемде барлық затты алатын едім. Анашым, мен сізді қатты жақсы көремін. Барлығы үшін рахмет. Келіп жеткен мерекеңізбен. Я поздравляю с наступающим 8 марта, День международных женщин и мерекеңізбен. Мама, сізді халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Бақытты болыңыз, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Мам, халықаралық әйелдер күнімен сізді құттықтаймын. Сізге әлемдегі бар жақсылық тілеймін. Деніңіз сау болсын, мен сізді жақсы көремін. Анашым, халықаралық әйелдер күні құтты болсын. Сізге әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Осы біз үшін жасаған бар жақсылықтарыңызға мың алғыс айтамын. Анам, мен сіз сияқты ана бар екеніне қуаныштымын. Әрқашан ауырмай ұзақ өмір сүріңіз және келіп жеткен мейрамыңыз құтты болсын. Мам, мейрамыңыз құтты болсын. Мен сізге бар жақсылық тілеймін. Осындай жақсы ана болып жүре беріңіз маған. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, мен сізге бүкіл дүниенің жақсылығын, мейірімін және шапағатын тілеймін. Сіз мен үшін жасаған барлық нәрселер үшін рахмет айтамын сізге.
Мен сізді өте қатты жақсы көремін. Сіз менің өмірімде ең маңызды адам шығарсыз. Келіп жеткен мейрамыңызбен құттықтаймын. Барша қолдауыңызға рахмет. Сіздің үмітіңізді ақтаймын. Және де осы келіп жеткен мейрамыңызбен құттықтаймын. Анашым, сізді әйелдер мерекесімен құттықтаймын. Және де сізге осы үмітіңізді ақтауға барымды саламын. Сізге алғысым шексіз. Анашым, мен сізді қатты жақсы көремін. Өте қатты құрметтеймін. Келіп жеткен мейрамыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Анашым, мен сізді жақсы көремін. Сізге мың алғыс айтамын. Мен әкең екеулеріңіздің үміттерін ақтаймын. Және де мейрамыңызбен. Аяулы да ардақты анашым, сізді келіп жеткен мейрамыңызбен құттықтаймын. Сізді қатты жақсы көремін. Мама, 8 наурыз мерекесі құтты болсын. Сізге зор денсаулық және бақыт тілеймін. Анашым, сізге өте көп рахмет. Мен сізді жақсы көремін. Мерекеңізбен. Мама, мен сізді өте қатты жақсы көремін. Сіздің үмітіңізді ақтауға тырысамын. Сіздің еңбегіңіз үшін рахмет айтамын. Мейрамыңызбен. Енді осы өмірге дейін бізді жетелеп келген үшін рахмет бәріне. Және де мейрамыңыз құтты болсын. Жақсы көремін, мама, сіз 8 наурызыңызбен. Мам, келіп жеткен мейрамыңыз құтты болсын. Сізді өте қатты жақсы көремін. Осындай адам қылып тәрбиелегеніңізге рахмет. Осындай әрдайым қасымда болып қамқор болып жүретініңізге рахмет. Және де қолдау білдіретініңізге үлкен рахмет. Анашым, мен сізді жақсы көремін. Осы келе жатқан 8 наурыз мейрамыңызбен құттықтаймын. Анашым, мен сізді қатты жақсы көремін. Және де мына келе жатқан 8 наурыз мейрамы құтты болсын.